Сәлем достар, бұл 400 МРП гранты бойынша, яғни 1.380.000 теңге гранты бойынша гранттар кестесі, яғни осы жылға 4 лекке бөлінген, яғни 4 потокқа. Осыдан сіздер еңбек бизнес KZ сайтын Google-ға жазып, астында осындай гранттар кестесі бар. Сол жерден өз ауданыңызды, өз облысыңызды, өз районыңызға қанша грант бөлінгенін қарап көре аласыз. Кейбір аудандарда 3-ші, 4-ші поток жоқ. Ал кейбір аудандарда бұл гранттар саны өзгеше. Мысалы, міне Ақтөбе облысы 1-ші потокта 169 болса, 2-ші потокта оларға 198 грант бөлінген. 3-ші потокта 100 грант қана. Дәл осылай Батыс Қазақстан облысы деп осы жерден өзіңізге ең жақын район немесе облысты таңдап алуға болады. Міне Жетісу облысында 1-ші, 2-ші поток бар. Олар енді 3-ші, 4-ші поток қатыса алмайды. Енді только келесі жылы 2024 жылдың 1-ші потогынан бастап қана қатыса алады. Солтүстік Қазақстан облысы міне 2-ші поток көп аудандарда гранттар саны көбірек бөлінген. 3-ші, 4-ші, 1-ші поток шамалас болып келеді. Шығыс Қазақстан облысы міне 1-ші потокқа қарағанда 3-ші потокта 61 грант. Қарағанды облысы 3-ші поток міне 40 грант қана бөлінген, 2-ші потокта көбірек бөлінген 87. Дәл солай өз ауданыңызды тексеріп алып, сосын барып сертификат пен бизнес планыңызды дайындағаныңыз дұрысырақ. Ал егер сертификатты алып қоя берген дұрыс, өйткені 3 жылға жарамды, қазір алу оңайырақ, өйткені онлайн алуға болады сертификатты. Ал бизнес планды асықпай жаза берсеңіздер де болады, өйткені если сіздерде 3-ші, 4-ші поток болмаса, асықпай келесі жылға дайындап қоюға болады. Сұрастырып, қандай өтімді, менен көп адамдар сұрап жатады, қандай грант бизнес түрі, қандай бизнес план өтімді деп. Ол әр ауданда әр түрлі, себебі сіздің мысалы ауданға бөлініп беріп жатыр ғой гранттарды, облысқа, ауданға. Сол ауданда қандай бизнес түріне мұқтаж, қандай бизнес түрі аз, соған грант көбірек бөлінеді. Сол бизнес план өтімдірек болып саналады. Мысалы, Түркістан облысында тігін деп алса, ода тігін көп. Тігінмен айналысатындар өте көп болғандықтан, ол жерге тігін бизнес планы өтімсіз болуы мүмкін. Ал бірақ басқа аудандар, мысалы, оның ішінде Батыс Қазақстан облысы дейік, басқа облыстарды қарасақ, соның ішіндегі ауданында тігін кәсібімен айналысатындар аз. Мысалы, ол аудан басқа ауданның тігін кәсібімен айналысатын кәсіпкерлерінен зат сатып алады, тігін тіктіртеді. Сондықтан ол аудан тігін кәсібіне мұқтаж. Ол ауданға тігін кәсібі, тігін бизнес планы өтімдірек болып саналады. Дәл солай, өтімдірек деген сөз бизнес планда мағынасы сол. Сіздің ауданыңыз, сіз өзіңіз қараңыз, сіздің ауданыңыз, сіздің тұрып жатқан адресіңіз бойынша қатысасыз ғой. Сол тұрып жатқан прописка бойынша қатысасыз, сол пропискаңызды тұрып жатқан жеріңізде қандай бизнес түрі сізге аз, сіздің ауданыңызда жоқ, немесе аз, болмаса бар болса да ондай бизнес түрі, сіз оны кішкене ерекшелендірсеңіз болады. Мысалы, кондитерскийден барлық жерде бар кондитерский бизнес планы, бірақ сіз оған бір ерекше бір пирог түрін қоссаңыз болады, ерекше бір басқаша бір табір өнім түрін қоссаңыз болады. Солай қосу арқылы, или бір ерекше бір қызмет түрін жеткізіп беру, тағы басқа секілді бір ерекше бір қызмет түрін қоссаңыз, ерекшелендіріп істесеңіз, ол да өтімді болып саналады. Соңына дейін тыңдағандарыңызға рахмет. Маған тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау саламатта болыңыздар.